أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, Алла тағала осы құптан намазына жамағатпен деген оқимын деген ниеттеріңізді қабыл етсін. Мешітімізге басып келген әрбір қадамдарыңыз сауапты болсын иншалла. Алла тағала баршамыздың ниеттерімізді қабыл етіп, осы отырыстарды пайдалы, берекелі отырыстардан болу нәсіп етсін иншалла. Біз әдеттегідей өзіміздің құптан намаз алдын болатын кішігірім уағызымызда хадистерді шарықтап келе жатырмыз. Бүгінгі біздің хадисіміз Абу Саид Аль-Худри радияллаху анхудан риуаят етілген хадис. Ан Аби Саид Аль-Худри радияллаху анху قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية أخرجه الترمذي. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Абу Саид Аль-Худриден риуаят етілген хадисте былай дейді: мешітке баруға әдетке айналдырған адамды көрсеңдер, оның иманды екенлігіне куәлік беріңдер дейді. Не дейді? Мешітке баруға әдетке айналдырған адамды көрсеңдер, оның иманды екендігіне куәлік беріңдер. Расында Алла тағала былай дейді: Алланың мешіттерін тек Аллаға және ақырет күніне иман келтіргендер, намаздарын оққандар, зекет бергендер және де шынайы Алладан ғана қорыққан шынайы мүміндер Алланың мешіттерін көркейтеді деп айтады дейді. Бұл хадисті Абу Саид Аль-Худри радияллаху анху риуаят етті. Енді әдеттегідей бұл хадисті түсіндірмей тұрып, осы риуаят еткен сахабамен қысқаша таныстыратын болсақ, бұл кісінің толық аты Саад ибн Малик ибн Синан радияллаху анху. Бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алғашқы хижрет жасамай тұрып 10 жыл бұрын исламды қабылдаған болатын. Және де бұл кісі кіші сахабаларынан болып табылады. Алайда оның өзінің жасы кішкентай болғанына қарамастан, бұл кісі ғалым сахабалардың біріне жатады екен. Біз білеміз, біздің жалпы сирада пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның қасында әрдайым серік болып, ол кісінің ілімін, хадисін көп жеткізген адамдар, сахабалар кім болған екен? Жасы кіші сахабалар болатын. Міне осы кісіде Абу Саид Аль-Худри радияллаху анху пайғамбарымыздан осы бізге көп хадистерді риуаят етушілердің бірі болып саналады екен. Бұл кісі Ухуд соғысына да қатысқан және де басқа да соғыстарға, яғни танымал соғыстарға қатысқандардың бірі болып табылады. Және де осы кісі көптеген ғазауаттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіпті дүниеден өткен кезде де халифа Омар радияллаху анхуларға көптеген өзінің іліммен айналысып, фих мәселесінен көп талқылап, басқа да сахабаларға, табиғиндерге ілімді насихаттаған сахабалардың бірі болып табылады. Яғни осы кісіні қарап отырсақ, жас сахабаларға жатса да, бірақ ғалым сахабаларға не істейді екен? Жататын екен. Енді хадисімізде тағы бір оралатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жалпы мешітке байланған адамдарды не істейді екен? Имандылықпен куәгер болыңдар деп мақтайды. Жалпы не үшін мешітке жиі келіп, неге мешітке адам мешіттен үзілмеу керек? Бұл сұраққа жалпы ғалымдарымыз өзі не істеген екен? Көптеген осы сұраққа жауап беріп, көптеген мәселелерді көтерген болатын. Соның бірісі, қандай да бір адам егер мешітке келіп әрдайым жамағатпен болатын болса, оның иманы әрдайым көтеріңкі дәрежеде болады. Өйткені пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам басқа хадисінен дейді: намазды оқыңдар да және де жамағатпен оқыңдар. Намазды жамағатпен оқыңдар. Себебі жамағатпен оқымаған адам бейне бір ортадан бөлінген қой сияқты.
оны бір күні қасқыр жейді. Сол үшін еш уақытта жамағаттан қалмаңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өсиет етіп кеткен. Бір күні пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам бір көзі көрмейтін бір кісі келіп, уа Алланың елшісі, мен көзім көрмейді, менің былай айтқан кезде мешітке баратын нем жоқ, мүмкіндігім жоқ, маған жамағатпен оқымауға рұқсат беріңізші деген кезде пайғамбарымыз не деді? Сен азанды естисің бе деген кезде, иә деп жауап берді. Онда сен азанды естісең, оған саған мешітке келу не дейді? Парыз деп айтқан. Демек қарап отырсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тіпті мешітке келуге қиыншылық тудырған адамға былай айтқан кезде қиын болса да, бірақ ондай адамдар не істеген екен? Мешітке келуге бұйырған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы жамағатпен оқу жайында көптеген хадистер бар. Кімде-кім жамағатпен оқудың сауабын білген кезде ол адам не дейді? Екі қолы, екі аяғы болмаса да еңбектеп келетін еді деп сондай хадистер бар. Демек, Аллаға шүкір, қазір бізде мешіттеріміз ашық. Елімізде қанша жыл сайын мешіттер ашылып жатыр. Осы мешітке келіп, жамағатпен бірге болып, осы жамағатпен сауап алу, бұл әр мұсылманның міндеті екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа хадисінде не дейді? Жамағатпен оқылған намаздың сауабы 27 еселенеді дейді. Демек, осындай сауаптан құр қалу, бұл қазіргі заманның несі болады екен? Дертінен болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы хадисте кімде-кім мешіттен ажырамайтын болса, мешітке келіп дағдыланатын болса, оған имандылықпен куә беріңдер дейді. Жалпы біздің ақидамызда ислам деген ұғым бар, сосын иман деген екі ұғым бар. Ислам дегеніміз бұл мұсылманның сыртқы құлшылығы, калимасы, намазы, зекеті, оразасы, қажылығы, бұның бәрі не дейді екен? Ислам деп айтады. Ал иман дегеніміз не? Иман дегеніміз мынау біздің Аллаға деген сеніміміз. Ла илаха иллалла Мұхаммадун Расулулла. Осы калима шахада бұл жүректегі не? Сеніміміз екен. Демек бізде иман деген ұғым бар, сосын ислам деген ұғым бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді хадисте? Егер қандай бір адамды мешітке келіп әдет қылған адамды көрсеңдер, омен иманмен не істеңдер дейді? Куә болыңдар, иманмен куәлік етіңдер дейді. Исламмен деген жоқ. Жақсы ма? Демек бізде кейбір адамдардың осы хадисті дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Алайда бізде не? Ақидамызда адамның сыртқы келбетіне қарап не істеуге болмайды екен? Иманмен куәлік етуге болмайды. Бірақ та хадисте қалай келіп тұр? Тескерісі келіп тұр. Бұған басқа хадистер дәлел болады екен. Бір күні пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам жаңадан келген топ адамдар исламға келеді. 3-тен 10-ға дейін деп риуаяттарда келеді. 3-тен 10-ға дейін адамдар не істейді екен? Ислам қабылдауға келеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұларға бір жұбаныш болсын деп, бұларға бір қуаныш болсын деп, бұларға не істейді екен? Бір жаңағыдай мал мүлікті сыйға тартады. Бұл әдет жалпы алғашқы мұсылмандар исламды қабылдаған кезде не болған? Сонда әдет болған. Олардың жаңағы исламға деген мейірім ашылсын, бұларға бір жанашырлық тартайық деп, олардың имандары одан сайын артта тұрсын деген ниетпен бұларға сондай зекет үйінен не істелінетін болған? Осындай ақшалай сыйлықтар берілетін болған. Бұндай адамдарды әл-муаллафа әл-құлуб деп айтады. Әл-муаллафа әл-құлуб. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір топ жаңадан ислам қабылдаған адамдарға не істейді екен? Әр қайсына ақшалай не береді екен? Сыйлық береді. Сонда арасында тек бір ғана адамға не істемейді екен? Ақшаны бермей қояды. Сонда осы хадисті риуаят еткен Саад ибн Абу Ваққас радиаллаху анху сахаба соны байқап қойды да, уа Алланың елшісі, сіз неге осы бір адамға сыйлық бермедіңіз? Бәлкім ол адам момын ғой, оның иманы бар ғой деп айтқан кезде, бәлкім исламы бар деп айтқан. Сонда Саад ибн Ваққас бұл сұрақты 3 мәрте қайталайды, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді екен? Жоқ, иманды емес, бәлкім исламы бар деп айтқан. Сонда Алла елшісі не деген? Мен дейді, барлық адамдарға, исламды қабылдаған адамдарға ақшалай сыйлық берем. Алайда маған ең жақын адамдарға мен не істемеймін дейді, еш нәрсе қалдырмаймын дейді. Себебі олардың тозаққа бетімен құлап кетуінен қорқам деп айтқан екен. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл сөзінде әлгі адамның мұсылман емес екендігін емес, бәлкім адамды сырттай иманы бар деп айтудан істеген екен, Саад ибн Ваққас сахабадан істеген тиған екен. Жалпы осындай мәселеде ғалымдарымыз не дейді? Адамды иманмен
куәлік ету екіге бөлінеді екен. Біріншісі кескінді түрде иманы бар деп айту, екіншісіне жақсы ойда болу, бұның иманы бар ау деген ниетпен айту болады екен. Демек, екінші хадисімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді екен? Саад ибн Уаққастың жаңағыдай кескінді түрде мұның адамның иманы бар жүрегінде деп айтудан сақтаған екен де. Бірақ та иманы бар ау деген жақсы оймен айтып, үміттену деген ниетпен айтуға болады екен. Демек, осы біздің оқылып жатқан бүгінгі хадисіміз соны меңзеп тұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Мешітке дағдыланып әдетке айналдырған адамның иманы бар деп куәлік етіңдер. Яғни, бұның иманы бар ау, бұл Алла тағаланың алдында Құдай қаласа, иншалла, мұсылман бұның иманы кәміл деп сондай ниетпен не істеу керек екен? Айтуға болады екен. Ал басқа жағдайларда не істеуге болмайды екен? Бұның иманы бар, кескінді деп айтуға ешкімнің ақысы жоқ. Өйткені Алла тағала Құранда не дейді? Уахуа а'ламу би иманикум. Ол сендердің имандыларынан ең жақсырақ беруші. Яғни Алла тағала кімнің шынайы мұсылман, кімнің шынайы мұсылман емес екен тек қана Алла біледі екен. Сондықтан құрметті бауырлар, жалпы бұл мешітке келу, бұл әркім жамағатпен намаз оқу негізінде, әркім бұл негізінде бұның үкімі фиқтағы бекітілген сүннет екен. Мешітке келіп жамағатпен намаз оқу не? Бекітілген сүннет. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам басқа хадистерде не деген? Таң намазы мен құптан намазын жамағатпен оқымаған адамда не бар дейді? Мұнафықтың сипаты бар деген. Неге? Өйткені мұнафықтарға ең ауыр болған намаздар қандай намаздар екен? Таң намазы мен құптан намазы екен. Дұрыс, қазіргі жаз уақытында осы ең мұсылманға ауыр болған уақыт жаздағы уақытта. Бірақ та бұның ауырлығымен қоса не болады екен? Сауабы да еселенеді екен. Осындай қиыншылықта жамағатпен намаз оқып, ауызбіршілігімізді арттыратын болсақ, иншалла не болады екен? Сауаптың үстінде сауап, нұрдың үстіне нұр болады екен. Басқа да бір артықшылығы, жамағатпен әрдайым намаз оқудың басқа бір артықшылығы бір-бірімізге деген махаббатымыз арттырады. Сіз күнде келіп, жамағатпен қасыңыздағы адамды тани білсеңіз, бір отбасы сияқты боламыз. Негізі исламның мағынасы да осы, мақсаты да осы. Ислам еш уақытта бөлінушілікке емес, керісінше не? Адамдарды жинап, бұларды ауызбіршілікке шақырған дін. Сондықтан осы ауызбіршілік керек болса, ең бірінші неден бастау керек екен? Жамағатпен намаз оқудан бастау керек. Сонда осы ауызбіршілікке деген біздің неміз болады екен? Бір әрекетіміз болады. Дұрыс, бәріміз дұға естейміз, Алла тағала осы мұсылмандарға, қазақ халқына ауызбіршілік бере көр деп. Бірақ егер әрқайсымыз осы 5 уақыт парыз болған бекітілген намаздарға жамағат болып келмесек не болады екен? Біздің бұл айтқан кезде ешқандай бір әрекет жасамаған болып табыламыз. Сондықтан, құрметті бауырлар, осы мүмкіндікті пайдаланып, осындай Алла тағаланың кеңшілік заманда, мешіттеріміз айқара ашылған заманда осы мүмкіншілікті пайдаланып, жамағатпен бірге болып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі мақтағандай иманмен куәлік етіңдер деп осындай сөзге лайықты болу үшін осы мешітімізге жүрегіміз байлану керек екен. Сіздер жақсы білесіздер, мына қиямет қайымда барлық адамдар қиналып, күннің ыстығына қиналып жатқан кезде 7 түрлі адам не болады екен? Аштың көлеңкесінде болады. Соның бірісі кім деген? Мешітке жүрегі байланған адам. Мешітке әрдайым жүрегі байланып, осы мешітте ғана, яғни бір ісі бітірсе, шығатта қайтадан келеді. Хадисте не дейді? Мән я'таду дейді. Бұл сөз я'таду ауд деген, маада деген сөзден шыққан, яғни оралу деген сөз. Бейне бір адам тек қана мешітте бір тұрған сияқты болу керек дейді. Біз мысалы үйімізге таңертең жұмысымызға шығып, кешке қайтып келеміз, оралатын жер. Пайғамбарымыз да саллаллаху алейхи вассалам не деді? Мешітті өздерінің оралатын мекендеріне айналдырыңдар деген мағынада айтып отыр. Алла тағала осы оқылған хадистерімізге амал жасап, сол амалдардың қабыл болуын нәсіп етсін. Алла тағала біздерді жүрекке байланғандардың қатарынан қылсын иншалла. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил алемин. Аллаху